Сәлеметсіздер ме, қазақстандық бауырластарым? Енді бүгін сіздерменен бөліскелі келіп отырған тақырып әзір мына бір Қазақстан емес, дүние жүзін алаңдатып отырған мына Қытайда таралған коронавирус туралы. Өздеріңізбен бөліскім келіп отыр. Енді коронавирус Қытайдың Ухан қаласында тараған ең алғашқы. Бұдан 3-4 ай бұрын. Бірақ Қытай үкіметі сол кезде дәл нақты шаралар қолданбай, бұл нәрсені көптеген себептермен жасырын ұстағандықтан, әзір бұл жаңағы 11 миллион жан саны бар Ухан қаласындағы бейресми мәліметке қарағанда, бұл енді мемлекеттегі көптеген жерлердің бәріне, тіпті дүние жүзін алаңдататын дәрежеге тарқалып кеткен. Ол өткен бейресми мәліметке қарағанда, Ухан қаласындағы 5 миллион халық Ухан қаласын тастап шығып кеткен. Сондықтан оның қаншасы осы вируспен ауырады, оны әлі бір Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан бұндай көп адамның мемлекетке, дүние жүзіне таралуы Қытай өкіметінде алаңдатқандықтан, әзір Қытай өкіметі бұған бар жан таласып, әртүрлі шараларды қолданып жатыр. Ал енді біз Қытай Халық Республикасының іргесіндегі ел болғандықтан, біздің халықта бұдан үрейленіп отыр. Оның үстіне Қытайда 12 мың қазақстандық студент оқитын жағдайын албайсақ та, бізге де бұл аурудың келу қаупі бүтін халықты алаңдатып отыр. Сондықтан осы туралы өз көзқарасыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Енді сіздердің естеріңізге бір нәрсені сала кетейін деп отырмын. 2003 жылы Қытайда және SARS кеселі тараған. Сол кездегі SARS кеселін жұқтырған адамдардың мына біздің Қазақстанмен іргелес тұрған Шинжаң провинциясындағы адамдарға дейін жұққан. Бірақ соның ішінде мына Шинжаң провинциясында өмір сүріп отырған 3 миллион қазақ бауырластарымызға бұл кесел жұқпаған. Сондықтан кейін Қытай өкіметі және ол жердегі ғылыми жұмыспен айналысатындардың барлығы неге 3 миллион қазаққа осы вирус тарқалмағанын зерттегенде бірден бір тоқтап жинақталған қорытынды олардың тамақтану процесі. Мәселен, қой еті, сиыр еті, қой сорпасы, әртүрлі мына қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан дәстүрлі тамағымен байланыстырған. Сондықтан бұрын ет жемейтін Қытай ұлтының өкілдері қой етін жейтін болған, сорпасын ішетін, қойдың құйрық майын жейтін, әртүрлі тамақтардың процесін өзгерте бастаған. Сондықтан мен енді қазақстандық бауырластарыма айтарым, бұны естеріңізге салып отырғаным, біз үрейге бой алдырмауымыз керек. Бірінші, егер адам үрейленсе, онда адамның қарсылық қуатының 50% жоғалады. Сондықтан бірінші бұдан сақтанудың тәсілі үрейге бой алдырмау керек. Ол өйткені біздің генетикамыз ғасырлар бойы қалыптасқан күшті. Сондықтан қандай адамдар жұқтырмайды дегенде, мен айтар едім, жаңа Қытайдан келген әртүрлі жемек ішпектерді жемеңіздер. Жаңа мандарин болама, банан болама, супермаркетте сатылатын әртүрлі Қытайдан келетін жемек ішпектерге ең жақсысы содан аулақ болыңыздар. Балаларыңызды аулақ сақтаңыздар. Одан кейін мына сусындықтардан көп, супермаркетте сатылатын сусындықтарды көп ішуге балаларыңызға да тыйым салыңыздар, қадағалаңыздар. Өйткені тек біз өзіміздің ұлттық сусындықтарды, жаңағы қой сорпасын және қайталап айтатын, жылқы етін, әртүрлі көбірек қайнатып, сиырдың сүтін, тағысын тағы, ұлттық тамақпен тамақтанғанда ғана біздің генетикамыз бұл вируспен күресе алады. Бұл вируспен біз ауыра қоймаймыз. Егер біз осы ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрді сақтамасақ, тым еуропашыл болып, әртүрлі қайнамаған тамақтар ішсек, суық су ішсек, онда біздің иммуни қуатымыз әлсірейді. Ол кезде бұл вирусты жұқтыру ғажап емес. Ал енді гигиеналық жақтан алып айтқанда, күніне 70-90% спиртпен қолдарыңызды жуып тұрыңыздар. Одан кейін чеснокты үйге көптеп алып, чеснокты иіскеп тұру керек. Одан кейін мүмкін болса,
жақын таулы аймақтарда болса, аптасына 1 рет, 2 рет таза ауаға шығып, мына өкпенің сыйымдылығын арттырып отыру керек. Ол өйткені кең тыныстағанда ғана бүйтіп өкпенің сыйымдылығы асса, өкпенің қуаты күшейсе, өкпеге мұрын арқылы кіретін әртүрлі микробтар, вирустарға өкпенің қарсы тұру қабілеті күшейеді. Менің айтарым. Одан кейін үйді ғасырлар бойы келе жатқан біздің аршамен, адыраспанмен тұтату арқылы үйді аластап тұрыңыздар. Ол біздің ғасырлар бойы келе жатқан қалыптасқан дәстүріміз. Тек осылай істегенде ғана біз мына вирустан үрейленудің, қорқудың түкке қажет жоқ. Ол бізге жұқпайды да, біз одан сақтана аламыз деп ойлаймын. Менше Қазақстан халқы, қазақ халқымыз аман болайық, көбейік. Сау сәлеметте болыңыздар.